Ассаламағалейкум, қадірлі көпшілік, қымбат асылағайын, осы қуанышқа қуанып шаттанып келген барша ағайын туыс бауырлар қауымы. Қазақта төртеу түгел болса төбедек келеді деген, міне енді бүгін төрт көз түгел бір шақадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жұмыла көтерген жүң шекелде болса өлеттің қуанышына ортақтасып келген барша ағайын, бүгін бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай болып, шаңырақ аталы дастарханың баталы болған, осы өңірге есімдер белгілі, әлемнің ішіндегі жақайын дейіндегі Боранбай әулетінің әдемі қуанышы той қыласы деп алдыменен бір жақсылап, құрметтеп қол соғып қойайық, қадірлі ағайын. Енді бүгін қашанда тоғыры терең, елдіге ирең болған, мұңайды білместен тектілікпен күн кешкен текті ұрпақтың бірі болған осы жақайын әлемнің ішіндегі жақайын елінің әдемі қуанышы дүбірлі той басталды, ардақты ағайын. Бүгін айлар бойы ақылдасып, жылдар бойы татуласып, ақ мақтыда көңілін құшағын жақынға ашып, қашанда келген қонағына қабағын емес, табағын ұсынған, қашанда төрі жазық есігі ашық, дастарханы жаюлы болған біздің Нұрсұлтан ағамызбенен еріктің асығындай, арудың асындай болған Гүлжан жеңгеміздің бір баласының басы екеу болып, екі аяғы төртеу болып әулетке келісті, келін келді, қадірлі ағайын. Қазақта келін келсе келіннің аяғынан, қойшы келсе қойшының таяғыдан, келдін сүру келіп баяғыдан деген. Осы бүгінгі Нұрсұлтан ағамызбенен Гүлжан жеңгеміздің келіні құтты болсын, тоғыртасы мықты болсын, жастардың бақыты баянды болсын деп бір құрметтеп қол соғайық, қадірлі ағайын. Енді қадірлі көпшілік, Нұржандай ұлдарыңыз міне кеше қазақтың салтыменен, қазақтың дәстүріменен қызды алып қашқан екен. Әрине жастардың бақыты баянды болсын деп бүгінгі беташарға баршамыз жиналып жатырмыз, қадірлі ағайын. Мен енді көп кідірместен бүгінгі болса түсіп жатқан келіндеріңізді ортаға, қош жеңесімен ортаға алдырайын. Келін келе жатыр деп кішкене құрметтеп қол соғып отырыңыздар. Келіндеріңізді ортаға шақырамыз, қадірлі ағайын. Қуантып көрімдігін сұраңдар, тойдыңдігі ашылсын, құрт бауырсақ шашылсын, бір-бірінен мынаушы көрімдігін асырсын. Асыл сөзден өрейін, көмекейден төгейін, ақмаралдай келіннің бетін ашып берейін. Әдеп сақтап тұрыңдар, шуылдамай ұл қыздар, атадан бізге жалғасқан салтанатты жырым бар. Құтты болсын келін жан, ақ босаға аттадың, ата дәстүр салтымен аталы сөзді бастадым. Қыдырдарып бақ қонып, ашық болсын аспаным, өсіп өніп өздеріңмен көбейе берсін бастарың. Ұрындар қалқым шапалақ, келінге болсын марапат, жастардан болсын махаббат, жақсыдан болсын шарапат, халқымнан болсын шапағат, халқымнан болсын шапалақ. Ұлыңды ұлың ол етсін, көңіліңді гүл етсін, көр алмаған дұшпанды Құдайым өзі құл етсін. 9 айдан соң келінің толғатқанын ұл етсін, бесік тойға жалғасып, жыршылар соны жыр етсін. Деген ине қолға алмас, олақ келін атанба, өмірі үйі тазармас, салақ келін атанба, қос үйді көрші қондырмас, ұлаңды келін атанба, жөн жосықты оңдырмас, жылаңғы келін атанба. Өзгенікін күн дейтін, мен айтқан мен жүр дейтін, абысынды жүн дейтін, есер келін атанба. Ұзын сөздің қысқасы, бұрынғының нұсқасы, 90 сөздің түйені, мәселенің қияны. Нашар келін атанба, нашар келін атанба.
Іс қылатын талғамай іскер келін атанғын, азаматқа ел сүйген мықты келін атанғын, көсегесі көгерген құтты келін атанғын. Ұлы сөзде ұят жоқ, Құдай берсе жылма жыл, жүкті келін атанған, жүкті келін атанған. Ай, ұрыңдар қалқын шапалақ, келінге болсын марапат, жастардан болсын махаббат, жақсыдан болсын шарапат, халқымнан болсын шапағат, халқымнан болсын шапалақ. Дүниеде қаланған тас қыш қалады, ел кеткен адал еңбек іс қалады, ханнан тақ жақсылардан ат қалады, жақсының аты мәңгі сақталады. Келін бол осы үйге салиқалы, сыйлайық ата-ана қарияны, раз болмай өліп тірі байымайды, риза болсын ата-баба әруағы. Сәлем, сәлем, бір сәлем, 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 жұт сәлем, әруақтарға мың сәлем. Ай, сәлем, сәлем, бір сәлем, 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 жұт сәлем, әруақтарға мың сәлем. Ай, елдің даңқын асырған, қайнатаң бір асыл жан, аярым жоқ ұлдан деп, осы тойға шашылған, қабақ шытпай түйеліп, қызмет қылғың иеліп, мынау жүрген қайнатаң, қайнатаң ай бір сәлем, бір сәлем, қайнатаң ай мың сәлем. 12 айналып қойған ағамыз әйелін жанына барып жата берін десе, әйелі оянып келіп сұрап отыр дейді, сағат қанша болды деп. Қаншада келдің деген ғой. Ағамыз айтқан 12-де келдім деген. Сенбесең тұрып қара деген. Сонда әйелі тұрып қараса шынымен де сағат 12 дейді. Ойпырмай жұрттың күйеуі түнгі 3-те келеді, 4-те келеді. Менің күйеуім 12-де келіпті ғой. Тамақ жейсің ба деген ғой. Жемеймін, қарным тоқ, уайымдама, жата бер десе, әйелі қоймайды дейді. Сен 12-де келдің ғой, айтшы не жейсің деп. Қоймадым ғой, кухняға барды, бір стакан су әкеліп бер деген. Әйелі кухняға кіріп баса, кухняның сағаты түнгі 3 болып тұр дейді. Ах дей, оңбаған, мені алдады ғой деп, спальныйге барса ағамыз жатыр дейді. Не болды? Бір стакан су 3 сағат болды ғой, әлі күтіп жатырмыз деп айтады дейді. Жалпы сонда ер азаматтарымыз аман болсын деп, ер кісілердің құрметіне бір қол соғып қойыңызшы қадірлі ағайын. Жеңгелер қауым, енді Нұржан мен 2 жасымызды қосып қойсаңыздар болады. Міне ардақты ағайын, міне бүгінде осы шаңырақ көтеріп жатқан Нұржан менен келіндеріңіз бақытты болсын деп бір қолдап қол соғып қойыңыздар қадірлі ағайындар қауымы. Енді Нұржан, қарап тұрсам айбының бар, осы келіменен тіршілікті сай қылыңдар, еліңе үйлі боп еңбек етсең, мына өмір өзіңді майлы қылар. Ұл өсіріп құлынды тай қылыңдар, қыз өсіріп жұлдызды ай қылыңдар. Бала деген адамның жалғасы ғой, одан асқан қандай байлығың бар. Құдай қаласа екеуің 25 жыл отандасып ағайынға жеңіл желіп шай қылыңдар. 35 жыл отандасып ағайын қалып бір той қылыңдар. 75 жыл отандассаң азаматқа одан асқан қандай жайлы күн бар. Құдай қаласа екеуің 99 жыл бірге тұрып, жүзге бірақ қалған кезде айырымдар дей салайын, жүздің көрісіне бір қол соғып қойайық қадірлі ағайын. Келіңізші ортамызға, Гүлжан жеңге, қанша күннен бері, қанша сәттен бері күткен қуанышыңыз ғой. Мынау ақша енді сіздікі, әрине осы керемет ғана сіздің ақшаңыз, бірақ дегенмен де сіз барым деп, нарым деп, осы ұлым менен қызым үшін деп өмір сүріп жатсыз ғой. Бұл енді ең алғашқы несібе. Бұл Нұржан менен келініңіз. Рұқсат, біз енді келін жақсының керегесі алтын деген, әрдайым керегелеріңіз алтын болсын, жүздеріңіз жарқын болсын деп, мен енді көп кідірместен келіндеріңізді үйге, қалғамыз ортаға биге шықсақ қадірлі ағайын. Той қаласын, той баршаңызға шығысты болсын. Қос жеңгесі үйге алып кетіңіздер, қалғамыз ортаға билейік қадірлі ағайын.